Hi, how's everybody? I hope you're all having an amazing day. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз керемет өтіп жатыр деген үміттемін. Бүгін әдеттегідей мен сіздерге жаңа видео жасадым. Бүгінгі көретін сабақтарыңыз articles. Articles дегеніміз ағылшынның a, an, the-сі. Articles-тің басқа мақсаты зат есімді анықтап, зат есімнің басына келеді. Articles-ті екі түрлі қажеттенуге болады. Біріншісі зат есімнің алдында тура жалғанады. Мысалы, do you want to hear a joke? Әзіл тыңдағыңыз келе ма? Келесі, violin is an instrument. Violin ол аспап. Келесі, зат есімнің алдында сын есім болған жағдайда сол article сын есімнің алдында жалғанады. Мысалы, do you want to hear a funny joke? Яғни, сіз күлкілі әзіл тыңдағыңыз келе ма? Violin is a musical instrument. Violin ол музыкалық аспап. Келесі, a немесе an мен the екеуінің айырмашылығын көрейік. A немесе an general, яғни жалпылай, зат есімді жалпылай айтқан кезінде қажеттеніледі, ал the керісінше нақты бір зат есімді айтқан кезде қажеттеніледі. Мысалы, I want an apple, яғни мен қандайды бір алма қалап тұрмын. Маңызды емес қандай алма, әйтеу бір алма. I want a red apple. Мен қызыл алма қалап тұрмын. Тағы да маңызды емес қандай қызыл, үлкен ба кіші ма маңызды емес, әйтеу бір қызыл алма. А мен әннің айырмашылығы, егер зат есім немесе сын есімнің басқа әріпі дауысты дыбыспен басталған болса, әнді қажеттенеміз, ал дауыссыз дыбыспен басталған болса, әні қажеттенеміз. Келесі the. I want the apple. Бұл жерде I want the apple мен I want an apple екеуінің айырмашылығы көп. Егер сіз I want the apple десеңіз, мен именно осы алманы қалап тұрмын. I want the red apple. Бұлда да сол, именно осы қызыл алманы қалап тұрмын. The-нің екінші қажеттенетін ситуациясы, қандай да бір айтқалы тұрған затыңыз тыңдаушыңызға белгілі болып қойған кезде, сол зат есімнің алдына жалғайсыз. Мысалы, I got an apple. Яғни, менде бір алма бар деп, сол зат есімді уже таныстырдыңыз. Сондықтан, the apple has a worm in it деп, яғни, именно сол алманың ішінде құрт бар екен деп жалғастыра беруіңізге болады. Толығырақ сол артиклстер қай сөйлемде қандай зат есімнің алдында қажеттенеді, сол туралы көре кетейік. The. The-ні singular, plural екеуінде де қажеттенеді, яғни жекеше және көпшеде. Мысалы, жекешесін көрейік. The бәйтерек is in Астана City. Барлығымыз білеміз, бәйтерек ол тек бір ғана бар, тек Астанада. Сондықтан, the бәйтерек is in Астана City. Көпше түрінде the trees have grown so tall. Яғни, ағаштар қатты өсіп кеткен. Келесіде countable and non-countable. Яғни саналатын және саналмайтын зат есімдерге де қажеттенеміз. Екеуіне де қажеттенеміз. Мысалы, he wants to buy the car. Саналатын болса, машина ол саналады, бір машина. He wants to buy the car. Ол сол машинаны сатып алғысы келеді. Егер тыңдаушыңыз қай машина екенінде ешқандай хабары жоқ болса, толығырақ мәлімет берулеріңізге де болады. He wants to buy the car that he saw yesterday. Ол кешегі көрген машинасын сатып алғысы келеді. Саналмайтын болса, мысалы, he has got the money. Яғни, ақша саналмайды, бір ақша, екі ақша деп айтпаймыз. Сондықтан, the-ні де қажеттену болады. Аудармасы, олда сол ақша бар. Яғни, сол машинаны сатып алатындай ақша бар. A немесе N. Бұл
оңайырақ. Бұны тек қана жекеше түрде және саналатын зат есімдерге ғана қажеттенеміз. Мысалы, he wants to buy a car. Яғни маңызды емес қандай машина? Бір машина сатып алғысы келеді. He wants to buy an airplane. Ол ұшақ сатып алғысы келеді. Осымен тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Ары қарай да ұмытпауларыңыз үшін біраз тапсырма дайындадым. Осы тапсырмалардың жауабын комментарияда қалдырударыңызға болады. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Келесі кездескенше, take care of yourselves and goodbye. We only got one world, and so we got one